Бар мен жоқтың айыра алмай арасын, жаудай көріп елдің ұлық даласын. Қанша көзді ойып алды жүректен, дүниемен улап ұлттың санасын. Тыныш ұлттың айырмақ боп сабырын, ақиқаттың балталады тамырын. Шындықты айтқан дұшпан деді ұстазды, көк тиыннан құнсыз көріп қадірін. Хазіреттер, халифалар, сопылар, деді сосын адасқандар осылар. Сопылықты құрттақ болды жабылып, данышпандар жүрегі жоқ басы бар. Тура жолға арнап сұхбат сабақты, кім үйретсе соның бәрін қаматты. Хазіреттер қамалған соң ішіне нұрға толып шыға келді абақты. Кейін күрпақ әр ісінен үлгі алар, құл болсегер тек Аллаға құл болар. Сопылықты құртпас егер алдымен, текті қазақ құрмасын білді олар. Шетке қарай ысырасап басқаны, ұлтты құрту шаруасының асқағы. Алласынан айырсақ деп қазақты, жалғыз дінді тармақтауды бастады. Аңғал елге жалған ақпар бергізіп, Алласынан Алла сүйген елдізіп, саф даңғылдан адастырды алашты, уахабит пен сәләфитті енгізіп. Дүниені Алласындай сүйдіріп, жүрек жылап, нәпсі шалқып, мый күліп, кеңдігінен ажыратты қазақты, шапан емес тар шалбарды кийдіріп. Шексіз енді айта берсең сұмдығы, жүреккеміз тәнге түсіп күн нұры. Кәпірлермен күресем деп дінсіздер, талай үйдің түрілмеді түндігі. Дұшпандардың мақсаты бір оянық, қалмас бізді құрту үшін аянып. Қазақ елі құрып кетер бір сәтте, кетпес егер өлмей тұрып оянып. Пірдей қалсақ шошынамыз тағы да, сіңіп кеткен дұшпан сөзі жаныңа. Мейірімді Алла талай пірді бергенде, бере алмай ма айтып бірді тағы да. Сопылық жол, тура жолы Алланың, ал Аллаға тіке барсаң барма мұң. Жаратқанды жүрегіңе сыйдырған, қара тасын сүймей тұрып қағбаның. Бүйтпен иттер көктен іздеп Алласын, салдәуреге жолы сарсаң болғасын. Көрмейді олар жүректегі Алланы, жүрегінің көзі соқыр болғасын. Абыздардың ақиқатын жалған деп, ата-бабаң күлшерікшіл болған деп, шариғатты жырлап өткен жырауды кінәлап жүр шайтан ән салған деп. Сопылықты ауыр жол деп зілдей шын, ғұламалар шықты дымды білмейтін. Бабалар ай жәннатты айтып қиялдап, шөл далада дәрет алмай жүрмейтін. Сопылықтың кең ұққанға арнасы, сопылардың жүрегінде Алласы. Пірберді Алла мұсылманға құтығып, пайғамбардың қақ жолының жалғасы. Кіл данышпан үйретуге аптыққан, сопылықты адасқан деп қастыққан. Сопылықтан айырылған күн бұл қазақ, айырылады тектіліктен, саптықтан. Адасқандар бөлік салмай тынған ба, азғырады өтірігі өткір шыннан да. Тура жолға болалған жоқ кедергі, пайғамбарды тастатқан мен зынданға. Сол бір тарих қайталанып бүгінде, ермей сенбей дәлел толы ілімге. Миллион жерден қазған орға тартқан мен, тура жолды табар қазақ түбінде. Күн туады, сопылықтан сыр ұғар, болмаса да тармақтардың түрі бар. Саф әруақ қолдайды бұл қазақты, бұл қазақтың бағыт берер пірі бар. Пір бекеттен, Қожа Ахметтен нәр алған, тегі мықты қазақ нұрдан жаралған. Сол жолына қауышады бұл қазақ, тура жолға қауыштыршы ағаллам. Қазір ғылым мойындады жоқтықты, жоқ топырақ мөлдір суда от тіпті. Соны біздің ерте білген аталар, жүрегінен тапқан мейірім бақ құтты. Ер бабалар әруақ деп туалған, пір бабалар бар күнәңді жуалған. Хазіреттер келген тату жазасы, тойға бара жатырмыз деп қуанған. Бір Алланы
зікір еткен барлығы, сонда ғана ұмыт болған бар мұңы. Дәстүрлі жол, сопылық жол адаспан, пірде өткен мүриттердің қалдығы. Шариғат пен тарихатты жұп қылып, нақшына дәл келтіріп ұқтырып, Нақшбандия тарихаты өшпес жол екендігін айтып кеткен құп қылып. Дұшпандар жүр қате қойдып салтыңда, сопылықты жалған десең алтыңда. Сопыларға иман ғана мол байлық, керек емес маржан қауғар алтында. Керек емес оларға тақ алтында, тарихат бар ер қазақтың салтында. Осы тура жолдық тұрып тұнған құт, сұхбат айтқан пірімізден үлгі алдық. Атын Алла өзі қойып бергендей, құрбан қожа жүр біз үшін құрбан боп. Тоқыр мұлғау айтқан сөзді ұғарма, әмірін ал жәнесіңнен шығарма. Бар қуатын құрбан қылған біз үшін, пірімізден айырмашы бір Алла, адай Пірназар.